Баршаңызға сәлем достар. Бүгін саңырауқұлақ қосылған кілегей соусындағы фетучини пастасын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша мен лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерді жаңа рецепттермен қуантып отырамын. Алдымен тауықтың төсетін қалыңдығы 1,5-2 см болатындай 4 бұрышты етіп кесіп дайындап аламыз. Еттерімізді шұңғыл ыдысқа салып, тұз және паприка дәмдеуіштерін қосып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қызып тұрған табаға 2 ас қасық сұйық май құйып, тауық еттерімізді екі жағынан оттың орташа жылдамдығына қойып, қызартып қуырып аламыз. Плитаның екінші жағына суыңызды қайнатып, пастаңызды салуға дайындай беріңіз. Егерде қайнап жатқан суыңызға 1 ас қасық сұйық май салсаңыз, пастаңыз жабыспай піседі. Дайын болған тауық еттерін бөлек ыдысқа салып алып қоямыз. Табамызға 100 грамм сары май салып, үстіне пияз бен сарымсақты қуырамыз. Енді үстіне 200 грамм саңырауқұлақ салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, оттың орташа жылдамдығында саңырауқұлақ дайын болғанша бұқтырамыз. Менде мұздатылған саңырауқұлақтар. Сіздер саңырауқұлақтың кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Егерде мұздатылған саңырауқұлақ пайдалансаңыз, саңырауқұлақтың суы сарқылған соң, үстіне 100 грамм пастаның суынан құямыз. Содан соң 200 грамм кілегей қосып, менде 20% кілегей. Соусымыздың үстіне етті салып, оттың төменгі температурасына қойып, 10 минут бұқтырамыз. Дайын болған соусыңыз осындай әдемі қою сарғылт түске боялуы тиіс. Осымен фетучини пастамыз дайын. Сіздерге тек әдемі етіп безендіріп, дастарханыңызға қою ғана қалды. Пастамыздың үстіне аямай соусымызды құйып, етімізді ұсақтап турап, ас көппен безендіреміз. Осылайша үйіңізде қарапайым макарон дайындап, мейрамхана түскі асын үйіңізде жасап ішіңіз. Видео ұнап жатса, лүпіл басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.